Еркеназ бен Арука. Сізге бір зат айтсам, айтсыз ба? Смотря не зат, не айтқың келіп тұр. Білмейміз, не бұл? Не болып қалды? Тыныш па? Көрттірмін, уже көрттірмін. Екі зері қалғана. Білем көз ашылмаған. Мама, білем көз ашылмаған, білем көз ашылмаған. Екі егіз ғой. Ойбай, достар, мынау не? Қаршы асылай. Жаным, кішкентай бөпе қойнау. Қайдан алдыңдар? Бұны ма далда біреулер. Жаным, түрін қарап көз ашылмаған ғой. Мама, білесің ба? Нанышы далда біреулер жоқ. Қар жауғанша. Сосын алдым. Мамасы қайда бұның? Бұның мамасы. Еркеназ? Мама, бұның мамасы жоғалып қапты. Жоғалып қапты? Иә. Енді? Сосын, мама жоғалып қалғаны біз бірақ тырнағы бар, бірақ ол тырнағы өтеткен Мынаны мамасын табу керек, срочно мамасын апару керек. Қарындар аш шығар. Бұлар әлі көзі де ашылмаған ғой. Мама, даже уколалаймыз да, анда сүтті қоямыз да, бірақ айтамыз ғой, аузына қиямыз болды ғой? Қиямыз ба? Иә, Бұл іше ала ма мұндайды? Іше алады. Негіз кеше айтқан, біз кеше көргенімізді үй бар ғой, үй далаға түсіп кеткен ғой бір балды. Мама, үшінші үй бір балашы, мам деген бұның ақ бар, үй бар. Ақ серыйлары бар ма еще? Егіз болып берді бізге. Жаным, бөпе ғой бұлар әлі. Бұны мамасына апару керек, болмайды мұнау. Мен ана сүтті, ол іше ма, ішпей ма? Беріп көреміз ба, я? Үйде шприц бар ма еді? Шприц бар еді ғой, неге? Жаным, түрін-ай. Жаным, қандай тәтті. Қараш бір-бірін неғып қорқып жатыр. Бір-бірін құшақтап жатыр. Екеу егіз ғой, егізі. Әкеңдерші, давай. Асылай нан беріп жатыр. Жаным, бұл нан жей алмайды ғой бұлардың әлі тістері. Мама, еще нан сирімен алып, ол да құстайды да, бірақ олар егіздер да, бірақ олар да құстайды наларды да. Олар құшақтай ма? Мына нанды беріп көреміз деп, бұның әлі тісі де шықпаған шығар. Олар білмейді шығар. Достар, біз мамасын тапқанша тамақтандырамыз деп шештік. Міне уколымызды алдық. Иә, мына сүт құйып алдық. Жаным, ұйықтап жатыр ғой бұлар, қарны аш емес па? Жаным, май саған сүт берем, жаным. Де жалап қояды? Бадам. На көзі неге жасыл ма? Не болған маған? Жаным, сен қарны ашпады ма? Біреу көзі ашық, біреу көзі андай жабықтар ашылмаған әлі. Оянды. Мамасын срочно табу керек мынаның, оға дейін мынаны беріп тұрады. Бірақ мынаның қара несін тапқанбыз біз жүр далада. Далада жүр ма? Мамасын таптыңдар ма? Иә, ол далада жүр әкесімен мамасы. Мынаны тамақтандыра аламыз, тамақтандыра Еще әкесі мен мамасы ұрысып қалған. Сен қайдан білдің оны? Оны көргенмін. Көрдің ба? Екеуі төбелесіп жатыр ма бір-бірімен? Не үшін ұрысып қалыпты? Білмеймін. Ұрса береді. Жаным. Ұғырсай. Мұқаш, саған ұнады ма мысықтар? Ұнамады. Маманы құлап отыр. Жаным, түрін қараш, қандай тәтті. Мынау ұйқысы кеп тұр ау дейм. Ішетін түрі жоқ қой мына сүтті. Достар, біз тамақтандырып жатырмыз, көріп жатсыздар ғой. Жаным, ішіп көрші ма, жаным, ішіп көрші. Ішпейді ғой мынау. Мұқаны қарыз, ұрайын деп жатыр. Ұрма болмайды. No. Иә, бұл жер ауырып қалады. Болмайды мынау. Тамақтанатын түрі жоқ мынаның, қарашы. Ұйықты деп отыр ғой олар. Иә. Жаным, ұйқысы деп тұр ғой әлі. Жаным, түрін қараңдаршы. Сендер не істейтін едіңдер? Достар, комментарияға тез жазып кетіңдерші. Тауып алғанда не істейтін едіңдер, достар? Иә, достардан сұрақ қояйық. Біреу оянды дейді. Жаным. Мам, берші. Мама, бір сұрыс кетеміз ғой, су кеткенше асыра тұрайықшы. Мына егесілер де кетейін деп отыр екен, кімге тапсырып кетем деп отыр. Оны қайдан білесің иесін? Тоқтай тұр, сен сонда мынаның мысықтың иесін білесің ба?
жоқ ол ана несі туғанда ол тауып алған өзіне алып кеткен, мамасы жоғалып кеткен ғой, ана ішін ұлып алып қашып кеткен ғой. Болмайды қыздар, қой құрсын, апарып мамасына тапсырайық, өліп қалмасын ол. Беріп жатырмын ғой, енді сен де беріп жатырсың, ішпей жатырмын. Даже ана подвалға тығып қойған ананы таппай жатырсың. Қалай бағамыз бұны? Мына екі мысықты қалай бағамыз? Онда мынау мен мысығым болады. Мынау мен мысығым болады онда. Ойбай, екеуің бөліп алған қалай кетті, айналайын, қалай бағамыз деп уайымдап тұрсақ. Жаным. Мынау мен мысығым, не деп айтамыз? Сен еще мысыққа ат қойғың келіп тұр ма? Мен аға София деп қойдым. София. Негіз бәрі қыз екен, кеше егесі айтқан. Ана астында несі болса, емшегі бірдеңесі болмаса, онда ол тек қана қыз бар екен. Бәрі қыз екен, оның сарысы да бар екен. Оның бірақ подвалда екен. Тоқта, мен сонда түсініп алайыншы. Мына мысықты бір бала тауып алды, солай ма? Иесі деп атқаның сол ма? Бірақ мамасын әлі таппай жатсыңдар, солай ғой, а? Біреу подвалға кеткен сол ба? Нені? Мамасын ба? Былай, Не болып кетті өзі, тоқташы. Ой, жүре алмайды ғой бұлар әлі, қарашы, әлі жүре алмайды. Иә, әлі жүре алмайды, қарашы, тоңып қалмай ма екен бұлар. Арука, сен мысығың ба сол сонда? Сол егесі бар ғой, сол егесі бар ғой, мынада киім тігіп алған ғой соларға. Қойш. Иә? Ол да мысық жақсы көреді екен ғой, а? Шорты ет деп көлік тіп қойған ғой. Мынандай не деп қойған, астынан мынандай жабатын. Бұрын мен де мысықтарды жақсы көретін, құшақтап ұйықтайтұғымын ғой. Бірақ білмем, үлкен болған екен мына мысықтардан прям менде аллергия болып кетеді. 4 күн остырайықшы. 4 күн мына мысықты. 2 күн. Ойбай. Мама 2 күн аққо. Мен жаным ашып тұр. Давай лучше бұны қазір сыртқа шығайықта мамасын іздеңдер, я? Мамасын тауып, мамасын апарып беріңдер. Болмайтыны өліп қалады, әлі кішкентай ғой. Міне алып шықтық. Қазір осы жерде мамасы өтіп баратса, дауыстарын естісе келу керек осы жерге. Сол үшін алып шықтық қой қазір, я? Істеп алмай ма? Жоқ, ой. Иә, күшті, иә. Еще ана беруге болмайды, бірақ оның егесіне беру керек, иә? Иә, мамасына беру керек. Қыздар келіп қалды сырттан. Ана шықты, мамасы да беруге жама болды. Неге? Мамасының қасында болу керек әрбір бала. Әрбір бала өзінің ата-анасының қасында бақытты демекші. Әрине жануарлар да мамасының қасында бақытты болады, тез өсіп өнетін болады. Сол үшін мамасының қасында болған дұрыс, жарай ма? Я, апарып тастағандарың дұрыс болды, дұрыс тірлік жасадыңдар. Келесі жолы олай алып кетіп қалмаңдар, жарай ма, мамасынан? Все, мен қыздарым ақылды ғой. Құдай қаласа сәл өссін, сосын үлкен мысық алып беремін сендерге. Мама, үлкен кішкентайда үлкен мысық ала берейік. Иә, үлкендеу мысық, кәдімгі тісі бар, көз ашық, сондай мысық аламыз, жарай ма? Бірақ үлкені қорқан шығар ма? Қорықпайды. Достар, Мұхаммед, оны өскенде әпереміз. иә, біздің видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк баса кетіңіздер. Пока!